Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бағдар мен белес, таным мен тағылым, қоғам мен құндылық, ұлағат пен ұстаным бұл президент мақаласындағы айтылған басым бағыттардың бірі. Бүгінде халық арасында кеңінен сараланып, көпшіліктің көкейіндегі көптеген сұрақтың жауабы болған мақаланы облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұйымдастыруымен бір топ зиялы қауым өкілдері талдады. Президент мақаласын талдау жиынына қалалық және аудандық мәслихат депутаттары, этномәдени бірлестіктің өкілдері, аналар кеңесінің белсенділері, қоғамдық келісім ұйымының өкілдері қатысты. Шараның шымылдығы Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанынан құрылған жаңғыру жолы жастар қозғалысының белсендісі Никита Миясовтың орындауындағы атамекен патриоттық әнімен ашылды. Мемлекетіміз өркениетті елге айналу үшін алдымен елдің тыныштығы мен татулығы маңызды. Халықтың ауызбіршілігі нығайып, береке мен бірлігі артқан кезде болашағымыз баянды болады, дейді жиынға қатысушылар. Біз бәріміз анамыз, сондықтан бізге еліміздің тыныштығы, отбасымыздың амандығы, балаларымыздың жарқын болашағы керек. Осы төңіректе біз балдарымызды, жастарымызды отансүйгіштікке, елдің тыныштығына, елдің бірлігіне, білімді болуға, отансүйгіштік болуға тәрбиелеуге жұмыстар жасаймыз. Алқалы жиында 3-ші интернационал ауылының тұрғыны облыстық мәслихат депутаты Дельфура Байрақтарова жиынға онлайн қосылып, мақаладағы таным мен тағылым тарауында айтылған тұстарға тоқталды. Сондай-ақ мақаладағы рухани құндылықтарды дәріптеу, жастарды патриоттыққа тәрбиелеу, тәуелсіздік жылдарындағы тарих мәселелері де сөз болды. Президенттің тәуелсіздіктен қымбат еш нәрсе жоқ деген мақаласын бірнеше рет оқып шықтым. Өйткені жанға жақын екен, өте өмірден алған біздің 30 жылдың ішіндегі жеткен жетістігіміз, алда қандай міндеттер тұр, не беруіміз керек жас ұрпаққа, сол туралы жақсы айтылған. Маған қатты ұнағаны тарихымызды жасау. Тарихты жасау әрқайсымыздың өзіміздің қолымызда. Біз соған үлесімізді қосуымыз керек деді. Әлі зерттелмей жатқан, біздің білмей жатқан нәрселеріміз көп деген нәрсесі, мысалы, сол 30 жыл шынын айтқан кезде бір қасқағым сәт қой, бірақ әрбір 10 жылдық бір ғасырдың жүгін арқалап тұр деген сөздері өте қатты ұнады. Екпінді дамуға бет алған еліміздің ертеңі жарқын болу үшін еңсерілуі тиіс белестер әлі алда. Сол асқақ армандардың арайлы таңы атсын десек, бүгінгі бірлік пен берекенің діңгегін берік еткеніміз маңызды. Тереңінен қаузай отырып, бағыт-бағдарымызды айқындай түскен мақаланың өзегі осында болса керек. Әсемгүл Халила, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.